Сәлем достар, бүгін мен сіздерге сиыр сирағынан холодец, яғни салқын тамақ жасауды көрсететін боламын. Бірінші сіздер сиыр сирағын қайнатып аласыздар. Одан кейін сиырдың сирағын сорпадан бөліп алып, оны суытып аласыздар. Одан кейін сиырдың сирағынан етті осылайша пышақпен аласыздар. Содан кейін ет тартқышпен сарымсақ қосып тартасыздар. Тартқыштан өткізіп болдым. Енді осының үстіне қалауымызша қара бұрыш салып араластырамыз. Араластырып болғаннан кейін ыстық сорпаны үстіне құямыз. Ыстық сорпаны құйып болғаннан кейін салқын жерге апарып суытып аламыз. Ал достар, мінекей салқын жерден алып келдім, яғни холодильниктен. Өздеріңіз қалауыңыз бойынша холодильникке салып қатырып алуларыңызға болады. Енді әдемілеп кесіп аламыз. Достар, холодецті, яғни салқын тамақты кесіп алдық. Өте керемет және әдемі. Видео ұнаса міндетті түрде менің каналыма жазылып, лайк басып мені қолдаңыздар.